Ассалаумағалейкум, құрметті менің оқырмандарым, YouTube оқырмандарым. Бүгін сіздерге бір керемет тақырыпты қозғайын деп отырмын. Тақырыпты қозғамас бұрын менің YouTube каналыма тіркелмеген кісілер болса, қоңыраушаны басып тіркеліп алыңыздар. Сіздерге жаңадан видео шығаратын боламын. Өзекті тақырыптарды осы каналымда қозғап кетемін. Ол болсаңыздар қарап отырсақ, осы келетін сұрақтардың бірі, осы еркектердің бәрінде простатит бола ма? Простатит деген жалпы не деп сұрақ қояды? Ол қандай қызмет атқарады? Не істейді? Оның қандай маңызы бар? Еркек үшін осы простатаның маңызы не дейді? Өте керемет сұрақтар. Ең басты келетін болсақ, анатомиялық осы қуық асты безі, яғни орысша айтқан кезде простата. Бұл әрбір еркекте бар қалыпты орган. Яғни бұл қалыпты кездерде кездесетін органның осы қабынуын, қуық асты безінің қабынуы болмаса простатит деп айтады. Бұның көлемі негізі грек жаңғағының көлеміне ұқсас. Екі бөлшегі бар, оң жақ, сол жақ бөлшегі. Бұның негізгі қызметі бірінші зәрді шығару, екінші бұның негізгі қызметі бірінші бұл зәрді шығару, яғни қуықтың астына орналасқандықтан зәрді шығаруға, яғни қатысады. Екінші қуық астымен орналасуына қатар бұның бойынан, яғни ұрық өтеді. Яғни ұрық каналдары осы жерде ашылады. Сол себепті бұның екі қызметі бар. Бірінші қызметі зәр шығару жолына қатысу, екінші репродуктивті функцияға қатысады. Енді осы бездің қалай қабынуы болуы мүмкін? Осы қызметін айтып кеттік, екі қызметі бар. Ал енді достар, бұның маңыздылығы, еркектің бұл екінші жүрегі деп атамыз. Егер де осы қуық асты безі қабынса, әрине қандай асқынулар болуы мүмкін? Зәр ұстамай қалуы мүмкін, зәрдің толық шықпай қалуы мүмкін, потенцияның төмендеп кетуі мүмкін, зәр шығару жолдарында ашу, ауру сезім болуы мүмкін, одан кейін дәреттің жиілеп кетуі мүмкін, сонымен ұрық каналдарының қысылуынан ұрықтың сапасы төмендеп кетуі мүмкін, қанның айналымының төмендеуінен бұл жыныс мүшенің әлсіреп кетуі мүмкін. Осы бір бездің кесірінен бірнеше симптомдар осы жағдайда шығады. Ал енді достар, осы қуық асты безі қалай қабынады? Қарап отырсақ, бұл стерилді, яғни таза жер. Бұның айтатын болсақ, көпік сияқты ішінде арнайы секрет, яғни сұйықтық болады, қалыпты жағдайда сұйықтық болады. Ол арнайы ұяшықтардың ішінде орналасқан. Ал енді осы таза тұрған сұйықтыққа сырттан кіретін бактерия, вирус, инфекция, микроорганизм, бүкіл бір сөзбен айтқан кезде аурулар, инфекциялық аурулар түсетін болса, ол жердің ісінуі, қызаруы, қабынуы, сұйықтықтың пайда болуы, іріңнің пайда болуы осы жердің қабынуына алып келеді. Қарап отырсақ, мәселен, мысал келтіретін болса, қолыңызды кесіп алдыңыз, ол жерге сырттан микроб түсті, ол жер ісінді, қызарды, іріңдеді, ауырды, қызарды деген сияқты симптомдар, осыны ойлаңыздар, ішкі жағдайда кесіп жатыр деп. Қуық бездің ішіндегі осы нәрселердің болуы, сұйықтықтың пайда болуы, экстазаттың пайда болуы, лайлануы, іріңнің шығуы осы қабынуларға тікелей байланысты. Осыған байланысты қуық асты безінде қабыну болып жатыр деп есептейміз. Ал енді осы қабынулар ұзақ уақыттан жүретін болса, не болуы мүмкін? Бұл жерде әрине мынау кальцинаттардың, тұздардың көп жиналуынан тас пайда болуы мүмкін. Тас пайда болатын болса, калькулезді простатит деп айтады. Ол тастардың ұзақ уақыттан жиналуынан бездің жиырылмауы ертең ары қарай без қатуы мүмкін. Қатқаннан кейін ұлғайып, аденома ауруына әкелуі мүмкін. Одан кейін, құдай сақтасын, онкологиялық ауруға, рак ауруларына осы безден пайда болуы мүмкін. Киста сияқты аурулардың пайда болуы мүмкін. Сол себепті бұл еркектің екінші жүрегі өте маңызды орган. Бұл органның маңыздылығы болғандықтан, зәр шығару жолына жауап бергендіктен, ұрық шығатын жолға жауап бергендіктен, бұл әрине ұрпақтың да болмай қалуы осы безінде аурудың кесірінен болуы мүмкін. Жыныс мүшенің істемей қалуы да осы аурудың кесірінен болуы мүмкін. Көп жағдайда осы отбасында ажырасулардың кесірі осы аурулардың асқынуларымен әрине бала болмау, жаңағы жыныс жүйенің істемеуі, зәрдің бұзылысына алып келіп жатыр. Бұл органның маңыздылығы осыда, достар. Ал енді бұл органның қабынуы бар жоғын қалай анықтаймыз деген сұрақтар туындауы мүмкін. Әзіргі уақытта заманауи технологияның дамыған кезінде бұл ауруды ең біріншіден ультрадыбыстық зерттеу арқылы көруге болады.
егер ол информация дұрыс бермейтін болса, ректальды қарау, яғни урологтың саусағын артқа салып, оның бойында бездің қандай да бір түйін пайда болып жатқан жоқ па, қандай плотностьта болып жатқанын тексеру ректальный осмотр арқылы көреді. Иә, қазір көп жағдайда ректальный осмотр қаратпай жатады, бірақ ол диагностика мақсатында қаралады. Енді сонымен қатар ол тағы да қабыну жолдары, егер жыныстық жолдарға бөтен, енді түнгі көбіктерге бар деп айтсақ, жаман қыздарға барған ерлердің ішінде ауырып тұратын болса, ол сол қуық безге өтетін болса, өз жердің де қабынуына осы бактериялық әсері болуы мүмкін. Сол себепті бактерия түсетін болса, ол жерде бездің қабынуына алып келеді. Және де тағы бір қанатын жағдайлар бар. Егер де еркек өмір бақи үйленбей жүретін болса, жасы 40-тан асып кеткен кісілерде болатын болса, олардың бойындағы іркілістің рухтың уақытында шықпауы, зар жолдарындағы слиздің қалып қоя беруі, мына қан айналымының төмендеуінің кесірі бездің кондуктивті, яғни бұл іркілісті простатитке алып келу қаупі бар. Сол себепті айтатыным, 3 простатиттің түрі бар. Бактериалды, бактериал, яғни бактерия емес сыртқы факторның әсері, үшінші іркілісті простатиттің пайда болуы мүмкін. Осыған байланысты осы қуық безінің қабынуы пайда болады. Құрметті достар, осы безді болдырмау үшін қалай алдын алса болады? Иә, бірінші қозғалыс, күнделікті жаяу жүріңіз, спортпен шұғылданыңыз, дұрыс тамақтаныңыз. Осы кезде сіздің қуық жолдарыңызда қабыну болмайды. Ал енді сіздің бойыңызда салауатты өмір салты болмайтын болса, осы ауруда бірінші ауырып қалуыңыз қаупі бар. Құрметті достар, осы простатит жөнінде сіздерге толық ақпарат бердім деп ойлаймын. Олай болса, сіздерден кері байланыс күтемін. Сіздің бойыңызда аталған простатиттің қай түрі болды, қай симптом болды, астына комментарийға ұялмай жазып кетіңіздер. Әрқайсыларыңызға комментарийға өзім жауап қайтаратын боламын. Олай болса, достар, бүгінгі каналымызды қарап отырған әрбір оқырман үшін қуаныштымын. Біздің каналдың дамуына атсалысып кетіңіздер, қоңыраушаны басып тіркеліп қойыңыздар. Келесіде қандай тақырып сіз үшін маңызды, астына міндетті түрде жазып кетіңіз. Сау, саламатта болыңыздар.